Сәлем құрметті достар, асық жасау дегенді мен сіздерге ең оңай түрін көрсететін боламын. Мінекей осындай асық шықты бізде. Так, мінекей мен ешқандай видео дайындаған жоқпын, сол үшін қалай жасағанымды жай сіздерге айтып бере салатын боламын. Мынаған пеноплекс менде 3 мм 3 сантиметрлік болды ғой, міне осындай қалыңдығы. Осыдан 3 қабаттадым. Осындай форманы өстіп сызып алдым да пеноплекске, үшеуін бір-біріне жабыстырып, сосын дүп түзу осындай болып шығады. Енді бұны осылай мына жағын томпитып, мына жеріне тоже осылай пеноплексті осылай жабыстырдым да, бер жағын кесіп, мына жағына тоже бүйтіп жабыстырасың пеноплексті, и мына жеріне жабыстырасыздар. Одан кейін мына бас жағына жабыстырасыздар. Мына жеріне жұмыртқаның адысының жұмсақ жұмыртқаның немесін жабыстырдым. И мына жеріне пеноплексті жабыстырдым.